Сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен тауық еті қосылған рулет, яғни куриный рулет дайындаймын. Бұны қазіргі таңда қонақ келгенде ассортиге қойып жатады. Сондықтан ассортиді ашу үшін оны жақсылап, әдемілеп, сәндеп дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет болады. Оны венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Маған қажет болғаны 3 қана жұмыртқа. Жұмыртқаның үстіне біз манный каша қосамыз. Және де 3 ас қасық майонез қосамыз. Барлық қоспаны жақсылап араластыру қажет. Араласқан қоспаның үстіне теркадан немесе майдалап туралған сыр қосамыз. Бұны қатты араластырудан қажеті жоқ, өйткені сыр езіліп кетпеу керек қатты. Табамызды пеште қыздырып алып, оның үстіне пергамент қағазын жаямыз. Және біздің дайындалған қоспаны 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Өйткені рулетті формасын солай жинау ыңғайлы. Біздің фаршымызға жарты сәбіз, жарты пиязды теркадан өткізіп дайындап аламыз. Фаршымызды қатты езіп, оның үстіне сәбіз бен пиязды қосып, татымына қарай тұз қостым. Сіздер бұрыш қоссаңыздар да болады. Татымына қарай дәмдеуіште қосуға болады. Мен артық кетпеу үшін только тұз қостым. Қатты барлығын араластыру қажет, өйткені түйіршіктеліп әр жерде қалып кетпеу қажет. Біздің табамызда дайын болған рулетті ыстық күйінде орап аламыз. Өйткені суығаннан кейін сынып кетуі мүмкін. Оны 5-10 минут тындырып, суытып аламыз. Қайтадан фольгаға жайып аламыз. Фольганы 2 қабат қып жайып алған дұрыс. Оның үстіне біздің рулетімізді жайып, дайын болған фаршымызды қолымызбен орналастырамыз, яғни барлық жерге жайып шығамыз. Толық жайылған рулеттің үстіне мен 2 қызанақ, 1 қияр алып, майдалап турап, бетіне жайдым. Яғни бұл сәндік үшін сіздер тәтті бұрыш алсаңыздар болады, яғни болгарский. Тураған кезде сәнін ашатын болғандықтан мен үйде тапқан заттарды қосын. Сіздер қонақ келген үшін арнайы тәтті бұрыш қоссаңыздар дәмі ерекше болады. Рулеттің өзін орап, 2 мәрте фольганың 1 бетін ораймыз, және астына 2 фольганы ораймыз. Бұл куриный рулет күйіп кетпесі үшін оралады. 180 градуста тағы 20 минут пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге берер кеңесім суытып алып тураған дұрыс. Ыстық күйінде турасаңыздар, формасын құртып алу мүмкін. Ас болсын. Каналға қосылып, лайк басып, колокольчик басыңыз.